Сәлеметсіздер ме, оқырмандар? Есімім Гүлдана Жаналықызы. Бүгінгі айтатын тақырыбым увлажнитель воздуха, ауа ылғалдандырғыш. Ауа ылғалдандырғыш дегеніміз не? Қалыпты жағдайда ауаның ылғалдығы 40 пен 70% ортасында болу керек. Ауа ылғалдығын қалай анықтаймыз? Ауа ылғалдығын гигрометр арқылы анықтауымызға болады. Егерде ауа ылғалдығы бұзылатын болса, бізде қандай жағдайлар болады? Балаларда мұрынның бітелуі, құрғақ жөтелдер, жиі вирустық инфекциялар, созылмалы аурулары болатын болса, мысалға бронх демікпесі болатын болса, жиі асқынулардың болуы. Мысалға көп жағдайда ата-аналар айтып жатады, біз ешқайда шықпаймыз, үйде отырамыз, ешқандай ауырған жоқпыз, контакт болған жоқ вирусный инфекциямен деп айтады, бірақ сонда да баламыз ауырып қалды дейді. Бұның себебі неде? Біздің мұрын қуысымыз түтікшелерден тұрады, және де ол бізде ылғалды болып келеді. Қазір күннің отопительный сезонның басталуына байланысты жылулар болады, отопление бар. Сол кезде ауаның ылғалдылығы бізде төмендейді де, мұрынның шырышты қабаттары құрғап, соның әсерінен мұрында қабыршықтар пайда болады. Сол кезде вирустардың да, бактериялардың да, шаң тозаңдардың да, аллергендердің де мұрындарға қонады. Себебі барлық вирустық инфекцияның бастау көзі ол мұрын арқылы болып табылады. Сондықтан менің сіздерге берер кеңесім, кімнің үйінде балалары бар, жаңа туылған нәресте бар, балабақшаға баратын бала болатын болса, ауа ылғалдандырғыш алғандарыңыз жөн. Негізі ауа ылғалдандырғыштың қалай таңдаймыз деп айтатын болсаңыздар, оған өзіңіздің бөлмеңіздің квадратурасына байланысты таңдайсыздар. Мысалға, сіздің квадратураңыз 20 болуы мүмкін, 17 болуы мүмкін, сол квадратураға байланысты таңдап, кеңесіп аласыздар. Және де увлажнительға көп адамдар май қосып жатады, жаңағы иістендіргіштер қосып жатады. Кейбір ауа ылғалдандырғыштар ондай қосуды қажет етпейді. Негізінде тек қана бізде су ғана құйып, ауаны ылғалдандыру керек. Және де қанша уақыт қосамын десеңіздер, бірінші гигрометр арқылы тексересіздер. Егерде 40%-тен төмен болатын болса, яғни 60-қа дейін, 70-ке дейін көтеретіндей қылып ауа ылғалдандырғышта қосып қоюларыңызға болады. Менің сіздерге медицинадан берген пайдалы ақпаратым ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, қазақша контенттің дамуын қолдаңыздар, лайк басып, керек адаммен бөлісіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.